Қайырлы күн. Қазіргі таңда біздің елімізде мүмкіндіктері шектеулі балаларға қатысты, әсіресе зиятында бұзылыстары бар балаларға байланысты еңбекке баулу үдерісі үзілместен жүзеге асырылуда. Оның ішінде бастауыш сыныптарда еңбек пәні, технология пәні, жалпы еңбекке даярлық пәні, кәсіп пәнімен аяқталатындай үлкен жаңағы пәндердің барысы бар. Әлеуметтік тұрмыстық бағдарлаудың өзі де үлкен нәтиже береді. Біздің арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы негізінде кәсіби бағдарлау және де бастауыш сыныптан бастап бұл балалардың еңбекке араласуын, еңбек дағдыларын дамытуға байланысты зерттеу жүргізілуде. Сол зерттеудің нәтижесінде арнайы мектеп колледж деген жаңа құрылымның пайда болуы, сол құрылымның жүзеге асырылуына байланысты біз қазіргіде ғылыми зерттеу жұмысын жүргізудеміз. Ол іс-әрекетіміз нәтижелі болады деген ойдамыз, себебі қазіргіде кейбір өңірлерде осындай арнайы мектеп колледждер бар. Олардың іс тәжірибесін зерттеп, біз ары қарай жергілікті жерде әр облыста жүзеге асырылуына байланысты жұмысымызды жүргізуге ниеттіміз. Қайырлы күн. Мен Тоқсанбаева Күмісхан Асанбайқызы, Алматы қаласы білім басқармасының номер 7-ші арнайы мектеп-интернатының директоры. Біздің мектеп-интернатымыз 1973 жылдан бастап жұмыс атқаруда. Бүгінгі таңда мектебімізде 530 оқушы бар. Атап айтқанда 290 оқушы мектепте оқиды, ал 240 оқушымыз үйден оқиды. Осы оқушыларымызды тәрбиелеуде, оқытуда, дамытуда 175 мұғалім жұмыс жасауда. Атап айтқанда мұғалім дефектологтар, логопедтер, психологтар, арнайы педагогтар, және де еңбек пәні мұғалімдері, дене шынықтыру мұғалімі, сурет пәні мұғалімдері. Барлық пәндердің салыстырғанда еңбекке баулу және қоршаған ортаға бейімдеуге көп көңіл бөлінеді. Бастауыш сыныптан бастап қол өнері жүреді. Қол өнерде біздің оқушыларымыз қайшымен жұмыс жасау, қайшымен матаны кесу, қайшымен қағазды кесу, оны желімдеуге дағдыларын үйренеді. Ал жоғары класста 4-ші сыныптан бастап біздің оқушыларымыз 2 топқа бөлінеді. Еңбекке баулу сабақтары 5 бағытпен жүргізіледі. Ол біріншісі тігін ісі, ағаш жөндеу ісі, аяқ киім жөндеу ісі, қағаз картон түптеу ісі және флористика. Мен Қасымбеков Сайлау Тоқтарғожаұлы, осы 7-ші мектеп-интернатында 7 жылдай олда еңбек етіп келе жатырмын. Балалардың еңбекке деген құштарлығы өте күшті. Барлық қолымыздан келген барлығын үйретеміз. Балалар үйреніп, мінекей әртүрлі заттар жасайды. Мынау торсық, мысалы, асықтан жасалған, астан құрастырып жасалған. Мына жердегі заттардың барлығы балалардың, мен енді өзім көмектесем, көбінше балалардың жасаған жұмыстары осылардың барлығы. Здравствуйте, у нас кабинет технологий. Я Бибигуль Тулебековна, веду в старших классах профессионально-трудовое обучение. В младших классах подготовка к трудовому обучению это начинаем с простых, элементарных вещей. В старших классах мы с ними обрабатываем уже более такие большие предметы, покрывала, пододеяльники, простыни, и начинаем отдельные операции с детьми, отдельные застежки, уже изделия. Изделия, которые мы в будущем их будем использовать в быту. В 8-9 классе мы, обучая детей профессиональным навыкам, готовим их к будущей профессии, уже дальше они поступают в колледж.
Мен технология пәні бойынша қазақ сыныптарына сабақ беремін. Ерекше білім алуды қажет ететін оқушылардың білімі мен ептілігін, мүмкіндігін ескеріп, тақырыпты тұрмыспен байланыстырып, бағыт-бағдар бере отырып, түрлі бұйымдар тігеміз. Әр баламен жеке жұмыстар жасаймын. Электр жетекті және қол жетекті машинкамен тігуді үйретемін. Ұлттық тәрбие беру мақсатында оқушылармен сабақ барысында ойып, құрақтар тігеміз. Мақсатым оқушылардың қол өнерін дамытып, шеберлігін шыңдау. Я учитель технологий по обувному делу, Баймурзаев Мухтар Нурмалдаевич. Я работаю с учениками 2017 года. У нас на уроках обувного дела в основном обучаем инструменты обувщика, их значения и техника безопасности при работе с инструментами. Біздің мектебімізде барлық оқу кабинеттері, барлық шеберханаларымызы материалдық жағынан толық қамтылған. Және де оқушыларымыз үнемі жүйелі түрде жетістіктерін көріп отырамыз. Оқушыларымыз республикалық, қалалық, аудандық жәрмеңкелерге, фестивальдарға, сайыстарға қатысып, өз жұмыстарын көрсете білуде.